басып кішкентай кезінде бала тәрбиеленеді. Бала нанның ашытқан нанның қамыры сияқты одан кез келген нәрсе істеп отыр. Сол бала не үшін мен бала тәрбиесіне бұны қосып отырмын? Өйткені бұл бала соған тәрбиеленетін болғандықтан соған келген дұрыс. Абу Дарда деген сахаба айтады. Абу Дарда айтады, кім маған ең Құдай риза болатын бір жақсы қасиетті үйретші деп алдына келген кезде, пайғамбар жақсы көрген, Алла жақсы көрген нәрсені үйретесіз бе деп келген кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисін келтіреді. Ашуланба, жәннет сенікі болады дейді. Қараңызшы, намаз оқи бер, ораза ұстай бер. Мысалы, намаз оқып жүргендер де бар, ұрлық істеп жатқандар бар, коррупция істеп жатқандары бар, неше түрлі дүние алам, байсам деп, анау бір-біріне ақ ит кіріп, көк ит жеп, анан жамадап, анаға шаптап жатқандар тола. Ал енді не отыр? Ашу мәселесі жоқ. Сондықтан ашуды бүйтіп бағындырсаңыз, Алла тағаладан қорқу, иман өздігінен күшетті, жаңағы жаман нәрседен қашуға себеп болады. Ашудың өзі келтіретін зияны өмірге, тағдырға, болашаққа өте көп зиянды алып келеді. Тіл кетіп қалады. Тіл кеткеннен кейін жындылық көтеріледі. Жындылық көтерілген аяғы өкініш адамның өліміне апарып жатқан өздеріңіз білесіздер. Сондықтан ашу Алла тағаланың ең риза болатын амалдарының біреуі де осы ашуды бағындыру. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ашуланбаған ба не? Ашуланған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ашуланған. Мысалы, Бани Махзум деген бір қауымнан, пайғамбар тұқымына жақын болып келген бір атақты абыройлы бір рудан бір әйел ұрлық жасаған кезде, ол халам бәлем әйел емес, Абу Махзум деген рудың бір атақты әйелі болады ғой, криптоман сияқты бір нәрсені ұрлай беретін. Қолын кеспей-ақ қояйық дегенде пайғамбарымыз ашуланған. Яғни ашуланған кезде ұрып, соғып, ыдыс-аяқты сындырып, жаңағы боқтап бәрін қырмаған. Кейбір адамдар болады, стенаны сындырып, анан теуіп, мынаны теуіп, бұл жақсы нәрсе емес. Сондықтан бұны бағындыру керек. Адамның кім екенін білгің келсе, ашуландыр деген сөз осыдан келіп шығады. Сондықтан ашуланшақ адам салқын суға дәрет алсын дейді. Шайтан одан қашатындығы белгілі. Ашуланып шайтанның өзі қашып кетеді. Сондықтан адамды шайтан ашудың енді қандай зияны бар балаға? Бала қалыптасып, бойына сіңіріп, бала өте қызушаң болып, шайтанның әскері болады дейді. Шайтанға әскеріңді көрсетші дегенде, ашушаң, ызақор балаларды көрсеткен, жастарды. Сондықтан жастардың бұл ашушаң болуы, бұл өте қауіпті. Үлкен шалдардың ашушаң болған ештеңе емес. Пенсионер айғайлайды, боқтайды, аузына ақ ит кіріп, көк ит кіріп, қалады өзімен өзі күңкілдеп. Мына жастардың ашуы өте жаман нәрсе. Өйткені ол күші бар, қолында қаражаты бар, көп нәрсеге барып қояды. Сондықтан да жаңағы өткенде бір неде жүр ғой, мәліметтерде көрген шығарсыздар. Бір жігіт әйелімен ашуланып, асыл өліп қалған, біреу ашуланып, машинаны 160-пен айдаған. Әйтеуір не керек, сондай ақымақтыққа барады. Бұл бір. Екіншісі, Алладан ұзай бересіз, ашуланған сайын. Үшіншісі, күфір, талақ, жаман, имансыз сөздер аузыңыздан көп шығып кететін болады ашуланған кезде. Боқ ауыз, адамның көңілін сындыру, көңіліне тию, бұл өте жаман нәрсе. Одан кейін ауру болып қалады, адамның басы істемейді. Яғни шын мәнінде ауру болып қалғанда инвалидте болып қалуы мүмкін, инсульт алып, бірақ басы істемей қалады. Не болды десең, аффект жағдайында басым істемей қалды деген сөзді сотқа айтасыз, сотқа, бірақ ол қорғау сөз емес. Одан кейін семья бұзылады, баланың тәрбиесі бұзылады, ішкі дүниесі бұзылады. Сонымен мына жындыдан дейді де, бәрі алысып құрсын, бұл қып-қызыл қояншық жынды деп, ағайын қашады, дос кетеді, ел кетеді, құда кетеді, әйтеуір елдің бәрі сізден қашатын болады. Одан кейін жаңағы бағана сұрап жатқан бетінен қалай нұрлы қылам, бетімді қалай нұрлы қылам, нұр деп оқи берсем бетім нұрланып кете ме дегендер. Ашуланбасаң бетің нұрланады. Ашуланба, ызақор болмай жүрсең бетің нұрлы болады. Күлімсіреп жүрсең Құдай өзі беріп қояды. Аннур дегенді айтпай-ақ нұрлана бересің керек болса. Енді қып-қызыл жынды болсаң, аннур дегеннен нұрланбайсың, бетің қызарып, жынданып, өзімен өзің сол кішкентай баланың ашуын басу оңайырақ үлкенге қарағанда. Сол үшін Құранда Алла тағала кімді ұлықтаған? Уакадимин алғайс, ашуын ие болғандарды. Енді ашудың рецептісіне бір ауыз балаларды қалай рецепті? Балаларға жақсы зікірлерді, дұғаларды, таспихтарды үйрете берсеңіз, ашуланған кезде астағфирулла, балаларға соны үйрете беріңіздер, айта берсін. Жақсы сөз жарымырыс дейді ғой, сол басуына себеп болады. Одан кейін бар фалияскут,
артық сөйлемесін. Ашуың келгенде де сөйлеме де, кейін сөйлейсіңдер. Неге? Мына фатуа беретін адамдар, уағыз айтатындар ашу үстінде уағыз айтпасын дейді. Уағыз айтқан кезде ана ашуланып, эмоцияға беріліп, тәңіршілерді боқтаймын деп бүйтіп отырып айтып алады да, содан кейін өкініп жүреді. Қап бекер айтыппын да, бекер айтыппын деп. Солай да, сондықтан ашуланған кезде ешкім жаңағы уағыз айтудың қажеті жоқ дейді. Неге? Өйткені қатты қуанғанда немесе қатты ашуланғанда адам уағыз айтпасын дейді. Баланың да ашуын басқаннан кейін сөйлесіңіздер да, ашуды басудың жолында болыңыздар. Одан кейін фалияжиз отырса балаға жатқызып үйретіңіздер, жаңа спортпен шұғылдансын, далаға шықсын, табиғатқа барсын, әйтеуір осындай нәрсе басуға тырыстырыңыздар. Одан кейін жаңа айтты, Алланы еске алу, зікір айту, Құран оқу, осы нәрселер қалай болғанда да басады. Ашу басқан кезде Алланы сен ойласаң, Алла тағала содан кейін барып сен ойлап өміріңе береке, белгілі, ақиқат. Сондықтан Аллах тағала бекерден бекер бақтамайды, оның түбінде пайда бар. Сол үшін балаларыңызға міндетті түрде қияметтің күнінде Алланың рахымына бөленіп фазилет бір жақсылыққа ие болғанда тұрыңдар дейді. Өзі 4 адамды тұрғызады. Хаммадундер, жаңа хамды шүкір айтқандар, соның фазилет иелері деп айтылады. Фазилет иелері кімдер дегенде, ол ашу келгенде өзім басқандар, сабырлыққа келгендер, әсіресе жастар. Үлкеннен болды, кемпірлер күңкілдеп қалады енді ол. Оны түзете алмайсың. Бірақ жастарды түзетіледі. Сондықтан балаларыңыздың ашуын бағындыруға үлес қосыңыздар. Балаңыздың ең үлкен дұшпаны ол оның ашуы. Сондықтан келешекте соны бағындыратын болсын. Алла баршаларыңызға риза болсын.